Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміздің тақырыбы көңілді пішіндер деп аталады. Мақсаты балалардың геометриялық пішіндер туралы білімдерін қалыптастыра отырып, пішіндерді ажыратып айта білуге дағдыландыру. Балалар шаттық шеңберінде қонақтармен амандасып, бір-біріне жылулық сезімдерін білдіреді. Балалар 3 топқа бөлініп отырады. Бірінші топта балалар ермексаздан шырша және оның ойыншықтарын жасайды. Мақсаты ұқыптылыққа, түстерді ажырата білуге тәрбиелеу. Екінші топта балалар бейнелеу пәнінің мұғалімі Қалимаш Нұрғалиевнаның көмегімен жүннен жұқа киіз матасына пішіндерді басып шығарады. Инемен жұмыс жасау барысында қауіпсіздік ережесі сақталады. Мақсаты балалардың қол моторикасын дамытады, пішіндерді ажырата білуге үйретеді. Үшінші топта балалар 9-шы топ тәрбиешісі Орына Ермұхан қызымен бірге әр түрлі пішіндерден зымыранды құрастырады. Оны қиып сурет дәптерлеріне жапсырады. Мақсаты ұқыптылыққа, жылдамдыққа тәрбиелейді. Арасында балалар сергіту сәтін жасайды. Сергіп алғаннан кейін балалар дидактикалық ойын адасқан пішіндерді өз үйшігіне орналастыр ойынын ойнайды. Шарты үстел үстіндегі араласып жатқан пішіндерді тауып өз үйшігіне орналастырады. Мақсаты пішіндерді ажыратады, жылдамдыққа, ұқыптылыққа тәрбиелейді. Ойынға барлық балалар қызыға және белсене қатысады. Ұйымдастырылған іс-әрекетімізді сұрақ-жауап арқылы қорытындылап, балаларды мақтап мадақтау. Осымен біздің бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз аяқталды. Сау болыңыздар.